Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі мәдениет деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып шығармашылық жұмыстар, өлең, хат, әңгіме, шығарма ұсына білу. Бүгін сіздердің сабақтан меңгеретіндеріңіз көркемдегіш құралдарды пайдалана отырып, шығармашылық жазба жұмыстарын жазып үйренесіздер. Жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында дәстүрлі мәдениет туралы ойымызды бір арнаға тоғыстырып алайық. Дәстүрлі мәдениет дегеніміз жалпы атадан балаға жеткен біздің алтын көпіріміз, алтын қазынамыз десек те болады. Дәстүрлі мәдениет ұрпақтың бүгіні мен ертеңін жалғастыратын баға жетпес мұра деп айтуға да болады. Дәстүрлі мәдениет ол әрбір ұлттың, елдің, халықтың тілі, мәдениеті, салт дәстүрі, өмір сүру ортасы дәстүрлі мәдениет болып табылады. Оқушылар, жазылым алды мәтініне назар аударуларыңызды сұраймын. Әр халықтың ұлттық танымын, көзқарасын, өзіне тән жеке ұлттық ерекшелігін білдіретін наным сенімі, әдет ғұрпы, салт дәстүрі бар. Ата-бабадан келе жатқан салт дәстүрдің қаймағын бұзбай, ұмтылып кетуіне жол бермей, қазіргі қоғамда өте жарасымды етіп қолданып жүрген халықтың бірі қазақ халқы. Халқымыз дәстүрге өте бай. Ал салт дәстүрге бай болу елдің мәдениетті, әрі тәрбиелі екендігінің айғағы. Салт дәстүр ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани және мәдени азық. Біздің халқымыз өз ұрпақтарын қасиетті салт дәстүрімен, өнегелі әдет ғұрпымен, ырым-тыйымымен тәрбиелеп, ұлағатты ұлы мен инабатты қызды теріс жолға түсірмей тәрбиелей білген. Бауыржан Момышұлы, мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде ұлттық дәстүрдің маңызы зор екеніне көзім жетті деп жазады.